Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен манник жасаймыз. Ол үшін біз айранға мандай крупаны саламыз. Араластырамыз. Енді біз бұл екеуін дысызғанша 30 минутқа қойып қоямыз. Мандай крупамыз кәдімгідей үлкеюі керек. Жарты сағат өтті. Енді біз оның үстінен сұйық май, қант және қопсыз тұз қосып бір араластырып аламыз. Мінекей біз араластырып алдық. Енді біз оның үстіне ұн саламыз. Араластырамыз. Достар, мінекей бізден қою масса пайда болды. Енді біз оны ыдысымызға саламыз. Менің ыдысымның асты майланған. Диаметрі 26 сантиметр. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің манникіміз дайын. Өте әдемі, үлпілдек, нәзік болып шықты. Ортасы былай пісті. Дәмін деген енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың рецепттері бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы манник туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен не жасағанымды қалайсыздар, соны комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.